Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін зертханалық жұмыс тапсырмасынан кейінгі жаңа тақырып, дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жазып, сабақ тақырыбын жазып қойыңыздар, заттардың агрегаттық күйлері. Бүгінгі сабақта біз өтеміз, заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін білеміз, және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық және газ тәріздес заттардың құрылымымен танысатын боламыз. Яғни бізде заттардың агрегаттық күйі дегенімізде заттар көбінесе үш агрегаттық күйде болады. Қатты, сұйық және газ тәріздес. Агрегаттық күй дегеніміз латын тілінен аударған кезде агрегаттық дегеніміз, яғни бірігу, жинақталу, зат бөлшектерінің өзара байланысы деген мағынаны білдіреді екен. Дәстүрлі түрде заттардың үш агрегаттық күйі болады. Қатты күйде, сұйық күйде және газ күйінде кездеседі екен. Әр күйдің өзіндік молекулалық құрылымдары болады, бөлшектерінің орналасу тығыздықтары және қозғалыс сипаты болады. Енді осы үш агрегаттық күйдің біріншісі қатты агрегаттық күйіне тоқталайық. Қатты агрегаттық күйге мысал ретінде біз мұзды, алтын, күміс, қатты заттарды алуымызға болады, яғни бұл қатты заттардың бөлшектерінің тығыздықтары қандай болады? Молекулалар бір-біріне өте тығыз орналасады және тұрақты орындары болады. Қатты заттардың молекулалары қалай болады екен? Бір-біріне тығыз орналасады екен. Және бөлшектері тұрақты температураның нүктелерінің маңына дірілдей алады және еркін қозғалмайды екен. Яғни қатты заттардың молекулалары қозғала алмайды екен, еркін. Және сыртқы әсері болмаса, қатты дененің нақты көлемі мен тұрақты пішіні болады екен. Мысалы, мұзды күнде қарайтын болса, оның өзінің пішіні болады. Сыртқы әсердің күші болмаса, ол өздігінен сол пішінді не істеп тұрады екен? Сақтап тұрады екен. Келесі екінші агрегаттық күйі бұл сұйық. Сұйық күйдің қасиеттеріне тоқталатын болсақ, сұйық дегеніміз бұл су, күнделікті біз қолданып жүргеніміз суды алуымызға болады. Бұл молекулалары еркін қозғалады, бір-біріне жақын орналасқанымен олар бір топтан екінші топқа еркін естеледі, ауысады. Мысалы, бір стакан суды біз екінші стакан суға емін-еркін ести аламыз, құя алады екенбіз. Сұйықтың тұрақты пішіні болмайды. Ол жаңағы құйған ыдысымыздың пішініне қарай не істеледі екен? Орналасады екен. Яғни ыдыстың пішінін өзіне не істейді? Қабылдайды. Көлемнің тұрақтылығы, сұйықтықты сығу қиын болғандықтан, оның көлемі тұрақты түрде болады екен. Енді келесі бізде газ тәріздес. Газ тәріздес күйдің ерекшелігі, яғни газдардың молекулалары арасындағы орташа қашықтық олардың өлшемдерінен әлде қайда үлкен болады. Яғни газ тәріздес заттардың молекулалары бір-біріне қалай болады екен? Алшақ болады екен. Газ дегеніміз бұл бөлшектер үлкен жылдамдықпен қозғалады және соқтығысады. Яғни газдарды сығуға болады екен. Газ дегеніміз мысалы мынау үлкен аумақты алып жатады. Яғни оның молекулаларының ара қашықтықтары қандай болады екен? Өте үлкен болады екен. Газдардың тұрақты көлемі де болмайды, пішіні де болмайды екен. Олар берілген барлық көлемді не істейді екен? Толтыра алады екен. Яғни олардың арнайы пішіндері болмайды, арнайы көлемі болмайды екен. Келесі, осы сабақты бекіту мақсатында сіздерге қазір мен деңгейлік тапсырмалар беремін. Сіздер осы деңгейлік 3-4 деңгейлік тапсырма беремін. Сіздерге арнайы уақыт беріледі. Бүгінгі сабақ бойынша түсінгендеріңізді осы деңгейлік тапсырмаларға орында. Болғаннан кейін маған болдым деп белгі бересіздер. Кім болады? Мен сіздерді тексеріп, дұрыс болған жағдайда ашық журналға әкеліп өз деңгейлік тапсырманы орындағаннан кейін ашық журналға әкеліп белгілейсіздер. Сосын кейін сол бала болғаннан кейін келесі оқушыны тексеруге мүмкіндік болады. Дұрыс. Жақсы. Айсәуле, ашық журналға белгілей қой. Келесі кім бітті? Жақсы, артыға мектесін. Өзіңдікімен бірдей болатын болса, ашық журналға белгілесін. Бітті ме? Дұрыс.
анықтау мақсатында сіздерге сұрақ қоямын. Сұйық заттың 3 агрегаттық күйі болады судың. Қандай? Қатты, Сұйық және газ тәріздес. Жақсы. Қатты заттар қандай болады молекулалары? Пішінімен көлемі тұрақты болады, яғни молекулалар бір-бірімен қалай орналасқан? Тығыз орналасқан. Дұрыс. Балқу дегеніміз не? заттың қатты Заттың қатты күйден неменеге? Сұйық күйге айналуы. Булану дегеніміз не? Төртінші деңгейді балалар үйге аламыз. Үйде осы тапсырмаларды орындап келеміз. Жақсы, сау болыңдар.